Қазақ батырлары, қазақ халқының ерлік пен намысты, отансүйгіштік пен қайсарлықты бейнелейтін тарихи тұлғалар. Батырлар жаугершілік заманда халықты қорғап, елдің тәуелсіздігі мен жерін сақтау үшін күрескен. Олардың ерліктері ұрпақтан ұрпаққа тараған аңыздар, жырлар мен эпостарда көрініс тапқан. Төменде қазақ батырлары туралы жалпы түсінік берілген. Батырлардың рөлі мен миссиясы. Қазақ батырлары тек жауынгер ғана емес, халықтың рухани көшбасшысы, ақылгөйі, әрі қоғамды біріктіріп ұйыстырушы тұлға болған. Олар елдің тыныштығын қорғап, сыртқы жауларға қарсы күрес жүргізген. Батырлардың басты миссиясы өз жерін, халқын, дәстүрін және дінін қорғау, ұрпақтарға ерліктің үлгісін көрсету. Батырлар туралы эпостар мен жырлар. Қазақ ауыз әдебиетінде батырлар туралы көптеген жырлар мен эпостар сақталған. Мысалы, Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Ер тарғын, Қамбар батыр сияқты эпостар қазақ батырларының ерліктерін жырлап, олардың асқақ тұлғаларын суреттейді. Бұл эпостар тек батырлардың ерлігін ғана емес, олардың адамгершілігін, адалдығын және халықтың мүддесін жоғары қойғанын да көрсетеді. Батырлардың тарихи елеулілігі. Батырлар қазақ халқының қиын қыстау кезеңдерінде ерекше рөл атқарды. Олардың ішінде, мысалы, Абылай хан, Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр, Наурызбай батыр, Саурық батыр және Жәнібек батыр секілді тарихи тұлғалар бар. Олар 14 ғасырдағы жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақ халқын біріктіріп, жауға қарсы күрес ұйымдастырған. Батырлар туралы аңыздар мен шындық. Көптеген батырлар туралы аңыздар уақыт өте келе шындыққа айналып, олардың өмірі мен ерліктері халық жадында мәңгілік қалды. Аңыздарда батырлардың ерекше күші, ақылдылығы және жау жүректігі жиі суреттеледі. Бірақ бұл аңыздардың ар жағында нақты тарихи оқиғалар мен тұлғалар тұрғанын ұмытпау керек. Қазіргі қоғамдағы батырлар ұғымы. Қазақ халқы үшін батырлар ұғымы қазіргі уақытта да маңызды. Олар ұлттық патриотизмнің, елге деген сүйіспеншіліктің және өз халқының тағдырына жауапкершілікпен қараудың үлгісі болып табылады.